Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып басқалармен бөлісе кетеміз. Қожа Ахмет Яссауи 1193-1166 жылдарда ойшыл, министік ақын және де діни уағыздаушы, сопылықтың түркі тармағының негізін қалаушы. Яссауи 1093 жылы Яссы қаласында дүниеге келген. Басқа деректерге сүйенсек 1103, 1136, 1141 жылдары Сайрамда, Испичеп қаласында, 1166 жылы дүниеден өткен. Ахметтің әкесі Ибрагим білімді адам болған. Баланың алғашқы ұстазы және тәрбиешісі Арыстанбап болды. Ол қайтыс болғаннан кейін 17 жасында Ахмет Яссы қаласында, Түркістан қаласының бұрынғы атауларында. Осы жастан бастап ол араб, парсы, шағатай, парсы, түркі тілдес өлең жазбаны бастайды. Шығыс позициясы мен әдебиетті зерттей бастайды. Содан кейін Бұқара қаласындағы Имам Юсуп Хамедани медресесінде оқыды. Сопылықтың негіздерін жан-жақты рухани білім мен терең білімнің нәтижесінде Қожа Ахмет Яссауи сопылықтың білгірі санға ие болып Яссы қаласына оралды. Мұнда ол сопылық Яссауи орденін негіздеді. Сопылықтың исламдағы жаңа мистикалық эстетикалық ағымы болды. Орта Азиядағы сопылықтың 11-10 ғасырларда таралды. Бұл тәлімгерлер басқарған бұйрықтарда жазылған жекеленген сопылық мағыналардың мектептерге құруды көрінді. Яссауи көптеген жанкүйерлер мен қаржылар келді. Баба деп аталатын саяхатшылар, миссионерлер, халық уағыздаушылар Яссауи ілімін Түркістанда қырғыздардың арасында Еділ, Хорасан, Әзірбайжан, Кіші Азия аумағына таратқан. Аңыз бойынша 63 жасында Қожа Ахмет Яссауи Алла тағалаға қызмет ету үшін дүниелік шудан қашуға мәжбүр болған. Өмірінің соңғы жылдарын Яссы қаласының жер асты шатқалдарындағы мешіт жанында өткізген. Ол өзінің бұл әрекеттерін былай деп түсіндіреді. Ол пайғамбардың жасында 63 жасқа жетті. Мен үшін бұл жеткілікті. Пайғамбар берілген мерзімнің тыс өмір сүрудің қажеті жоқ. 1166 немесе 67 жылдары Қожа Ахмет Яссауи қайтыс болып, ұлы әулие ретінде Яссы қаласында жерленді. Қожа Ахмет Яссауидің өмір сүру ұзақтығы туралы әртүрлі деректер бар. Бір мәліметтерге сәйкес ол 73 жыл, ал басқаларында 85 жылға дейін өмір сүрген. Түркі зерттеушісі Кофуловтың айтуынша Қожа Ахмет Яссауи 120 жыл өмір сүрген. Қазақ ақыны Аймауытов Яссауи хикметіне сүйеніп 125 жыл өмір сүрген деп есептейді. Қожа Ахмет Яссауи Оғыз Қыпшақ диалектісінде өз шығармаларын жазған тұңғыш дарынды түркі ақыны. Оның ең танымал шығармаларының бірі Дивани Хикмет, даналық кітабы, Миратул Клуб жан айнасы, Пакрама Нама, кедейлер туралы аңыз. Бірақ бізге бірнеше нұсқада жеткен. Ең танымал көне түркі тілдес Қыпшақ диалектісінде жазылған және де түркі тілдес халықаралық ортақ мұрасында жасатын Қожа Ахмет Яссауи Дивани Хикмет, даналық кітабы. Түпнұсқа сақталмайды, тек 15-16 ғасырлардың көшірмесінде бізге жетеді. Бұл жұмыста Яссауи тарикаттың негізгі ережелері жинақталған. Қожа Ахмет Яссауи Дивани Хикмет исламды уағыздап халықта мұсылмандардың нығаюына ықпал етті. Тарихи құжаттарда Қожа Ахмет Яссауи Дивани Хикметті бірнеше рет жазып, редакцияларының толықтырылғанын көрсетеді. Дивани Хикмет қолжазбаларының негізінде Ташкент, Санкт-Петербург, Стамбул кітапханаларында сақталған. Соңғы 10 жылдықта Дивани Хикмет бірнеше рет шетелде де, Қазақстанда да басылып шықты. Сопылықтың түркі тармағын зерттеушілердің пікірінше Қожа Ахмет Яссауи сопылық мектебінің өзіндік ерекшеліктері бар. Құдайды адамгершілік, рухани жетілдіруді және де түсіндіруді міндетті шарт ретінде ол жолдан өтуді талап етті. Оның негізгі кезеңдері шариғат, тарикат, хакаят, мағрибат. Шариғат исламның нұсқауларына іс-әрекет, тақуалық өмір сүрудің білдіреді. Тарикат бұл дүниеден бас тартудың білдіретін мистикалық жол. Мағрибат мистикалық таным және де экстазиға жету. Құдаймен уақытша бірлік, хақиқат. Құдаймен пант күйінде үнемді қарым-қатынас жасау кезеңі. Сопылар дүниелік тілектерін басу арқылы жетілуге жетеді. Дивани Хикметте 4 ұсынымды түсіндіруге көп көңіл бөледі. Шариғат, тарикат, хакимат, мағрифат. Ахмет Яссауидің пікірінше шариғатсыз, тарихатсыз, мағрифатсыз, хакиқатсыз мүмкін емес. Адамның анықтамасы рухани шиеленіссіз, шынайы берілгендіксіз, өз өмірін
құрбан етуге дайын болған деудің мүмкіндік емес. Яссауи аскетизмге, сыртқы әлемнен бас тартуға және де шыдамдылыққа шақырады, өйткені бұл кейінгі әлемде бақытты болды. Ол адамдардың әділеттілікке, адалдыққа, мейірімділікке шақырады. Оның арқасында түркі тілі әдеби қолданысқа енгізілді. Яссауидің арқасында сопылық философиялық жүйеге ретінде түркі халықаралық рухани таныммен бірге дүниетанымдарының шешуші рөлін атқара бастады. Егер Яссауиге дейін түркі халықтары Тәңірге дұға етсе, одан кейін олар Аллаға сене бастады. Сопылықтың көмегімен түркі халықтары шығыс философиясының әлемдік дін философиясын таныды. 14 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығы бойынша Түркістанда сәулет ескерткіші кесене тұрғызылды. Ол кейіннен бүкіл әлем мұсылмандары үшін жаппай қажылық орнына айналды. Бұл кесенеге 3 рет бару қажыға Меккеге теңелді. Қожа Ахмет Яссауи меморақорлық кешенінің порталдары мен күмбездері бар үлкен тік бұрышты ғимараттарды 46-55-65 метрде тұрды. Сыртқы қабырғаларының қолдығы шамамен 2 метр. Орталық залдың қабырғалары қалыңдығы 3 метр. Ғибаратта үлкен кіру порталының көптеген күмбездері бар. Орталық залдың айналасында 35-тен астам бөлме бар. Қабірді есігі піл сүйегінің әдемі оюлармен безендірілген.